Енді қарап тұрсақ, мына жерде глобальный және локальный айнымалылар ұғымымен олардың қалай жұмыс істейтінін түсіну барысында сәл қиындықтар тууда. Жалпы бұл локальный және глобальный деп бөлудегі мақсат неде? Ол керісінше шатыстырып, ыңғайсыздық тудырып жатқан сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ мына мысалды қарастырған кезде локальный статус пен глобальный статустың екеуінің екі түрлі болуы функцияның ішіндегі айнымалының сыртқы кодқа, алгоритмге әсер етпеуінің маңыздылығын түсінуге болады. Мысалға, мына жерде қарайық, d факториал, то есть бізде жаңағы жазған факториал функциясының анықтамасын беріп жатыр мына жерде. Rest деген бір айнымалы, оның ішінде мәні бірге тең болады. Және бізде for циклы арқылы бірден бастап n плюс 1-ге дейін, сонда n плюс 1 орындалмайды да n-мен тоқтайды. Бірден n-ге дейін сандардың барлығын көбейтіп шығамыз да restке. Сонда rest қайтаратын болсақ, ол n санының факториалы болады. Дәл алдында жазған кодымыз. Енді одан кейін функцияның денесінен шығып, табуляциядан шығып, бөлек біз алгоритм жазайық. Ол жерде цикл for қолданылған, және цикл for 1/6 дейді. Яғни 1-ден 5-ке дейінгі сандардың аралығындағы сандармен жұмыс істейміз. Және мына жерде не шығару керек дейді. Сол цикл бойынша біз әрбір санды шығарамыз, және оның жанына мынандай леппелгі тең символдарын мәтін ретінде шығарамыз, және жанына сол i саны қанша болса, соны факториал функциясына қолданып, сол санның факториалын жауап ретінде шығаратын болады. Қарайтын болсақ, бізде нәтиже қандай? Бірінші бізде i мына аралықтан 1-ді алады да, сөйтіп 1 леппелгі деген знак шығарады, и жанына факториал 1-дің жауабы ол 1 болады. Шықты. Одан кейін екінші айналымда i 2 болады мына аралықтан. Сосын 2 леппелгі тең деген знак шығады, және жанына факториал 2-ның мәні шығады. 2 факториал ол 2-ке тең. Одан кейін 3-ді алады i, 3-ті мына жерде шығарады, жанына леппелгі тең белгісі, және факториал 3-тің жауабын шығарады. 3 факториал функциясынан жауап 6 шығады. Яғни 1-ден 3-ке дейін сандарды көбейтсе 6, дұрыс. Одан кейін 4-ті мына жерде шығарамыз, одан кейін леппелгі тең белгісі, одан кейін факториал 4, ол 24. Одан кейін тура солай соңғы айналымда 5, және 5 i-дің орнына қойылады, және леппелгі тең белгісі, және де 5 факториалдың жауабы. Сонда 5 факториал тең 120-ға деген бізде мынандай декоративный бір текст шығып жатыр да, 1-ден 5-ке дейін сандардың факториалы, және оны әдемілеп осылай нәтиже ретінде шығаруда. Енді егер қараңыздар, осы жерде i айнымалысы бізде мына факториалға берілетін бір мән ретінде қолданылуда. Қараңыздар, мына жерде факториал n-ді қабылдайды деп айттық қой. Бірақ n бұл условный бір локальный айнымалы ретінде мына жерде қолданылады. Жалпы n кірсе, n бойынша осылай жұмыс істейміз деген сөз. Ал мына жерде i-ді қабылдайтын болса, осы n-нің орнында i тұрады да, и все, дальше осы санға сәйкес алгоритм жүргізілетін болады. Және мына жерде енді қарасаңыздар, мына i мына жерге қойылады да, сонда for i, и мына жақта i плюс 1 болып қалады да, сонда i мен i өз-өзіне ошибка шығару керек еді ғой. Дұрыс па? Ондай нәрсе орын алмайды. Себебі мына жердегі i локальный i ретінде қарастырылады да, ал мына жерге қойылған i-дің мәні ол уже сандық мәнмен қойылады, және ол глобальный i арқылы келген мән болғандықтан ол екеуі бір-бірімен шатыспайды. То есть i-дің екеуі де тұр бір кодта, және біреу локальный, біреу глобальный екенін ажыратуда. Және сонымен қатар мына жердегі локальный i мына жерге келгенде де мешать етпейді. То есть мына жерде код глобальный i-ды сұрап тұрғанын біледі да, сондықтан мына жерге глобальный, мына жерден алынған, мына сыртқы цикл for'дан алынған i-дің мәндерін қойып отырады. Әйтпесем, егер бізде ол мына локальный i-ды қабылдап отқанда, мына жерде каждый раз 5 деп шығып кету керек еді. То есть глобальный және локальный статустардың керектігін осыдан түсінуге болады. То есть сырттан глобальныйдан келген мән іштегі айнымалылармен шатыстыру кезінде ажыратылады, шатасып кетпейді. Немесе керісінше локальный айнымалылар сыртқа шыққан кезде олармен шатыспайды, себебі олардың идентификаторлары бар, локальный, глобальный деп ажыратуға арналған өздерінің алгоритмі бар. Оны Python интуитивно өзінің интерпретаторының ішінде түсінеді.